Баршаңызға сәлем достар. Соңғы күндері барша әлемнің назарында болып, дүние жүзі экономикасына кері әсерін тигізіп отырған Украина-Ресей соғысы әлі де басылар емес. Тіптен осыған байланысты неше түрлі жалған ақпараттар да тарап жатқаны белгілі. Сол себепті елдегі сенімді ақпарат көздері жариялаған соңғы һәм маңызды жаңалықтармен сіздермен бөлісуді жөн көрдік. Қазіргі таңда Европа елдері Россияға қарсы шаралар қабылдап, елді саяси, экономикалық тұрғыда қыспаққа алуда. Бірақ сонда да бұл шаралар Ресей басшысына еш кедергі болар емес. Керісінше, Ресей жеріндегі бірнеше қаладағы соғыстың тоқтауын қалайтын бейбіт тұрғындар шеруге шыққанымен, халықты күштеп таратып жіберген, қарсы келген мыңдаған адам қамауға алынған. Соңғы ақпараттарға сүйенсек, Ресей әскері Змейни аралын басып алған. Қақтығыс кезінде 13 Украина әскері қаза тауып, 83 сарбаз тұтқынға түскен. Тек бұл арал ғана емес, Ресей қарулы күші бірнеше елді мекенді басып алып, Киев қаласына да жақындап қалған. Дәл қазіргі сәтте Киев қаласында да жарылыстар орын алып, халықты сақтандыру үшін метроларға кіргізіп жатса, еріктілер үшін қаланың бірнеше жерінде қару-жарақ таратылып, жаудан қорғану үшін соңғы сақтық шаралары жүргізілуде. Бұған себеп те жоқ емес. Ресей Киевтегі 33 бейбіт халық тұратын орынды жарып жіберген деп мәлімдеді Украина ақпарат құралдары. Украинаға қазіргі таңда өзге елден ешқандай әскери көмек келмеген. Сол себепті осылай жалғаса берсе, Украина Ресейдің алпауыт күшінің алдында тізе бүгуі бек мүмкін. Сіз үшін оттаймыз.